Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Бұл ұзынқұлақ бағдарламасы, ал ұзынқұлақтан естіген шоу-бизнес өсектерін айтайын. Неден бастасам екен? Жігер Ауыпбаев қойшы баланы Алматыға ауыстырып алыпты. Ол қазір оңтүстік Астанадағы мектептердің бірінде білім алып жүр екен. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Қойшы балаларымыз 180-ші жалпы білім беретін мектепке ауысты. Ал енді сәттілік. Жақында екеуі бірге ән сынғалы жатыр. Айтпақшы, қойшы баланың инстасын ашып қарасақ, Ауыпбаевтың шәкірті деп жазылып тұр. Шамасы Жігер ағасы бұлақ көрсең көзін аш деген ұстанып алған ау. Ал қандай бұлақ ашылар екен? Көрейік. Сосын анау Мұзартылаев тобындағы Серікболсын Кішкенбаев қазір бір қызбен жүріп жүр дейді. Ұзынқұлақтарымыздың айтуынша ол ару айри болып шықты. Өткен жолы Әйгерім Рақыш ютубта бір кісіге сұхбат беріп отырған. Сонда сүйіктісінің барын айтты, сөйтсек осы өзіміздің Серікболсын екен. Не дейміз? Тезірек тойға барайық, той-думан ұжым болып 20 мың теңгеден жинап барамыз ғой. Шақыруды ұмытпаңдар. Біреу тойға дайындалып жүрсе, біреулер жайлы ажырасты деген өсек келіп жатыр. Сол баяғы Қайрат Нұртас пен Жұлдыз Әбдікәрімова ғой. Үйіндегілердің барлығы оларды бірге деп жатыр. Бірақ Ұзынқұлақ басқаша пікірде. Қайрекең үйленгенін 10 жыл жасырып еді, ажырасқанын қанша айтпай жүрер екен. Әлде тағы бір фильм түсіртастар ма екен хайппен? Кім біледі? Ол да емес шығар. Жай өсек болуы да мүмкін, дегенмен Инстаграмда қос ғашық бірін-бірін оқымайды, ал Жұлдыз отандық арналардың бірінде бағдарлама жүргізіп жатыр. Онда шоу-бизнестегі жұлдыздардың әйелдермен сұхбаттасып, сырын ашады. Ойбу ұмытып бара жатырмын. Бағдарламамыздың демеушісі Мастермен жайлы сюжетіміз бар. Жігіттер экранға жақындаңдар, әйелдер де қарасаңдар болады. Кеулеріңе алып бересіңдер. Егер туған күні болып жатса, ал қарап тастайық. Құрметті әншілер, мен айтқан өсектер ел арасында жүрген әңгіме. Егер олай емес десеңдер, осы жерге келіп айтыңдар. Ал солай болса, үндемей отыра беріңдер. Бүгінге осы, бірдеңе болса, бірінші болып хабарлаймын ғой. Той-думан қосылы болсын.